Неше күн болды ем алғаныңызға? 10 күн болды бүгін. 10 күнде зыттай болып Мынандай болып шығып жатырмын. Алғысым рахмет жаным. Халықтың осылай алғысына бөліне берді. Еңбектеріңіз естіп бола берсін. Мына қызымдарыңа да рахмет. Әсіресе Ардақ қызыма. Ардақ емдеді ма? Ардақ басымнан аяғыма дейін орап мына қарасай. Керемет соқтатып алмаңыз, иә? Немен келдіңіз айта алайын? Мен пойызбен келдім. Ауруымды айтасыз ба? Нем ғой, мен бүкіл аяқ буын ғой ауруым. Сосын женский. Кім еді атыңыз? Берікгүл. Берікгүл апа. Қай күні лекцияға қатыстыңыз? Мен төрті күні. Төрті күні айтып, ауырмайтын жерім жоқ, барлық жерім ауырады деп күлдірдіңіз ғой жерде. Сосын мен барлық жер ауырады деп жазып қойдым. Иә, сөйлеп жазып қойдыңыз. Ұмытпайсыз. Жақсы. Иә. Қазір бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы. Негізі 10 күн жетпейді ма? Иә. Жоқ, әлде де келем ғой енді шамалы. Қай жерден келіп отырсыз? Қызылордадан келдім. Қызылордадан пойызбен бір өзіңіз келдің бе? Балдарым бар ғой. Балалар бар, бірге келдік. Балалар сізді қарады ма? Қарап отыр ғой, әлі балдарым қарайды ғой. Жақсы. Қараңызшы, мына кісілердің денсаулығы жақсы болса, балаларға да жақсы ғой. Иә. Иә. Бұл кісілер ауырып жүрсе, балалардың өмірі бітті ғой. Айтыңызшы, дамуы қайда, ақша табуы қайда. Мына кісінің дені сап-сау жүрсе, олар еркін жүреді ғой. Дамиды, не етеді, уайымдамайды ешқан. Бұл кісі масылы болмайды оларға. Соны айт, иә. Мына жаққа жүремін, мына жаққа барам, ойбай ауырдым десем, осы қарайлап отырады ғой маған. Рахмет мына кісілерге. Еңбектердің жемісін жей берсін. Алғадан қайтсын еңбектеріңіз. Рахмет. Мен дәл ондай емделем деп ойлағаным жоқпын. Қанша жерге додарға барып жүрміз ғой. Дәл ондай емді көргенім жоқпын. Сіздерге де Алла шипасын берсін, емдердің шипалы болсын. Жақсы. Осы орайда айта салайыншы. Осы кісі сияқты келген апалар емге келсе, мына кісіні көріп келуіңіз мүмкін ғой. Бірақ қасыңызда міндетті түрде сізді күтетін өте жақын, или қызыңыз, или келініңіз, или шалыңыз, или жаңа сіңініңіз ба, сондай, әпкеңіз ба сол. Келіп күтетін біреу керек, иә? Әйтпесе жалғыз өзі үйде обострение беріп қиналып қалса, немесе емнің шартын орындай алмай қалса, неше түрлі қиын жағдай болып қалуы мүмкін. Сондықтан мындай кісілер жалғыз өзі келмеу керек, иә? Емге келсеңіздер. Рахмет. Алла аман болсын. Аман болсын. Жолыңыз болсын.